қазақстандық эстраданың жарасымды жұбы Жанболат Ербатыров пен Жазира Байырбекованың отбасы желіде қызу талқыға қалды. Жұлдызды жанұяға қатысты халықтың пікірталасы олардың ұлы Қазбектің жазбасынан кейін басталған. Жас жігіт қарындасын өзінің некесіз қызы деп айтқандарға жауап берген. Жазира мен Жанболаттың ұлы туған қарындасына қатысты пікір білдіремін деп басы дауға қалған. Қазбек Қожахметов Instagram парақшасында екі ойлы жазба қалдырып, оқырмандарының күмәнін одан бетер ушықтыра түсті. Күн ысып, сорпа болып кеттік қой. Дара Қазбектің туған некесіз қызы жай жасырып жүр деген пікірді естіп, бір мәз болып қалдым. Шынымен біздің жас айырмашылығымыз әкесі мен қызындай. Мүмкін солай, олай болмауы да мүмкін. Мүмкін жоқ, мүмкін иә, деп жазды ол. Қазбек желі қолданушылары таратқан қауесеттерді не растаған да, не теріске шығарған да жоқ. Бұл жағдайға қатысты оқырмандар пікірі әртүрлі болды. Бірі олардың шынымен қатты ұқсайтынын жазса, енді бірі Дараны оның некесіз қызы екеніне сенбейтінін айтты.